Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ, өте дәмді, ауызда еритін бүлкелерімізді дайындайтын боламыз. Ең алдымен табамызға 2 стакан жылы сүтімізді құйып, оның үстіне аштығымызды салып, жақсылап тұрып венчикпен араластыратын боламыз. Одан соң осылай үстіне аз-аздан ұнымызды сала отырып, жақсылап араластырып, біркелкі массаж жасайтын боламыз. Бізде осындай масса шығу қажет. Осы массамызды 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Әзірге жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз көтерілгенше. Жаңағы массамызға жұмыртқа мен шекерімізді салып, тағы да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді кезекте жаңа қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді кезекте үстіне себетін крошкиміз жасайтын боламыз. Ол үшін ұнымызды, шекерімізді және салқын болып тұрған жаңағы сары майымызды салып, барлығын жақсылап еземіз. Міне бізде осындай рассыпчатый болып шығу қажет. Енді кезекте жаңа көтерілген қамырымызды жайып, жақсылап бірнеше бөліктерге бөліп, доп-домалақ етіп, формамызға салатын боламыз. Менде осылай 180 градуста 30-40 минутта қызартып пісіріп алдым. Өте дәмі керемет, өте жұмсақ, дәм деген енді ауызда ерейді. Жасап көруге кеңес беремін, өте тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін болам.